Қазақстанда қандай тақырыпты жабық қозғауға болмайтынын білесіздер ме? Жасөспірімдік жүктілік, ЛГБТ, әлде ВИЧ пе? Ашығынан келгенде бұл етеккір тақырыбы. Әдетте бұл жайында ешкім ашып сөйлеспейді, тіпті анасы қызымен де. Жалпы етеккір деген сөздің өзі бізге жат дүние сияқты естіледі. Ал бұл әлемдегі барлық әйел затына тән физиологиялық процесс. Және оған қатысты миллиондаған балама атаулар қолданып жатамыз. Қызылордадан келген қонақтар, әлгі күндер, менде ЧП, тағысын тағы. Неге мұндай жасырын сөздерді қолданамыз? Сондағысы, ер адамдардың етеккір деген сөзді естіп қоймау керек деген тәрбие бар. Егер адамдарда екі физиологиялық даму бар екенін ескерсек, еркектерден етеккір деген сөзді жасыруымыз қаншалықты дұрыс? Әрине, мұндай әрекеттің артында жауыр болған ұят деген түсініктің жататыны белгілі. Сонымен, әйелдер қауымына бір сұрақ. Алғаш етеккір келген кез есіңізде болса, қолдарыңызды көтеріңіздерші. Рахмет. Мәселен, менің есімде емес. Оған сандамның әдейі ұмытуына алып келді дейтін себеп жоқ, керісінше. Соңғы уақытта осы тақырыпта бірнеше құрбыммен сөйлесіп оққаным, олар да кезінде етеккірдің не екенін білмеген. Әрине, іш киіміндегі қызылдақты көріп шок болғанға дейін. Осындай оқиға менің бала кезімде далада бірге ойнайтын құрбыммен де орын алды. Бірінші рет іш киіміндегі қанды көрген ол, өзін өліп бара жатырмын деп ойлап, бірден анасына қоңырау шалған. Анасы оған етеккірдің келгенін айтып, бұл оның ересек өмірге басқан алғашқы қадамы екенін түсіндірді. Ал кей қыздар етеккір туралы өз әпкелерінен естіп білді. Әрине, жаныңда түсіндіріп, бар қойған сұрағыңа жауап беретін адам болғаны қандай жақсы. Ал егер ондай адамы жоқ, ата-анасы жұмысқа басымен кеткен жеткіншек қыздар не істемек? Осындайда интернеттің барына қуанасың. Бірақ әлгі X күні келгенге дейін етеккір дегеннің бар екенін де білмейтін қыздар бар ғой. Менің есімім Миранова Аяулым, жасым 21-де. Енді өз оқиғаммен бөлісейін. Мен Алматыдағы қатардағы қарапайым мектептердің бірінде 5-ші сыныпта оқимын. Бізді, яғни тек қыздарды, математика сабағынан қыздар жиналысына алып кетті. Дәл кімдер келгені есімде жоқ. Дәрігерлер, әлде медицина студенттері болу керек. Сол жиналыста бізге етеккір дегеннің не екенін, не істеу керектігін ашық түсіндіріп айтты. Жеке гигиенаны қалай сақтау керек, төсемді қалай салған дұрыс, бір төсеммен қанша уақытқа дейін жүруге болады деген сияқты барлық сұрақтарға жауап берді. Соңында әдемі қорапқа салынған бірнеше төсемдер де таратты. Әрине, арамызда етеккірі келіп қойған қыздар болғанда шығар, бірақ мен үшін бұның барлығы жаңалық болды. Біраз уақыттан кейін өзім де осы жағдайға тап болған кезде өлем-ау деген қорқыныш мүлде болмады. Анама да жылап бармадым. Себебі мен сол жиналыста барлық ақпаратты біліп, дайын болдым деуге болады. Осыдан 10 жыл бұрын небәрі 1 сағатқа созылған жиналыс ондаған қыздардың етеккірдің физиологиялық тұрғыдан дұрыс процесс екенін түсінуге мүмкіндік берді. Қыздар жиналысының болған естіген анам да бұны оқып көрді. Тіпті екеуміздің арамызда бұндай ыңғайсыздау әңгіменің жүрмегеніне іштей қуанғанда шығар. Сонымен 9-12 жастағы балалар үшін мектепте жыныстық даму тақырыбы бойынша профилактикалық білім беру жұмыстарын жүргізу неге соншалықты маңызды? Өйткені бұл жеткіншектердің өз денесінің физиологиялық өзгерісі жайында толық білуіне мүмкіндік беретін жалғыз ашық жол. Менархия алғашқы етеккір циклі. Қыз баланың жыныстық жетілуінің бір белгісі. Яғни бұл жатырдың беткі қабаты эндометрийдің сылынып түсуі. Ал менструалды цикл әйел денесінің бала көтеру қабілетінің қалыптасқандығын және гормоналды өзгерісті білдіреді. Менархияның орта жасы 12, бірақ қалыпты көрсеткіштер 9 пен 10 жас аралығында қамтиды. Мұның бәрі әр ағзаның ерекшеліктеріне, генетикасына және денсаулық жағдайына байланысты болады. Ата-аналарды алаңдататын жағдай, егер менархия ерте 6-8 жастан басталса, немесе 15 жастан кешіксе. Бұл жерде мектеп жасындағы қыз бала менструалды циклдің бар екенін, ол үшін белгілі бір жас кезеңі болатынын, және осы уақытта гигиеналық төсемдерді қолдану керектігін мүлде білмейтіндігін ескеру керек. Әрі етеккірді алғаш көрген кезде, ол физиологиялық тұрғыдан дұрыс екенінен де бейхабар болады. Бұл қалыпты жағдай. Сондықтан үлкендердің етеккір деген сөзді жасырып, орнына басқа тіркестерді қолдануынан ештеңе де ашық болмайды. Оның үстіне қыз баласымен бұл тақырыпта сөйлесетін ата-ана, әсіресе аналар қауымының көп еместігі тағы бар. Біз үшін баламыз, сіңіліміз, немесе жақын туысымыздың қызы әрдайым кішкентай, жынысы туралы тақырыпқа дейін әлі өспеген, түсінбейтін сияқты болып көрінеді. Бірақ көзді ашып жұмғанша уақыт тез өтіп,
бір күні сол кішкентай қыз жанымызға өз денсаулығына қатысты маңызды сұрақтармен келіп тұрады. Кейде ата-ананың баласының осындай қарапайым сұрақтарына жауап беруге уақыты да болмай жатады. Ондай сәтте үйде әпкелердің болғаны қандай жақсы. Бәрін түсіндіріп, төтемдерді қалай қолдану керектігіне дейін көрсетіп айтып береді. Бірақ олардың адам ағзасының құрылымына қатысты білмейтіні көп болып жатады. Мысалға, етеккір неге келеді, неге тек қыздарда ғана, неге белгілі бір келетін уақыты болады деген сияқты. Үйде тек ағасы не әкесі бар қыздар не істемек? Өз денесіндегі өзгерістер мен физиологиясына байланысты сұрақтарды кімге қоя алады? Әрине, бұл жағдай үшін интернет пен құрбылар бар. Бірақ ғаламтордың өзінде де қаншама дұрыс емес ақпараттар қаптап жүр. Қайсысы шын, қайсысы миф, қайдан білесің? Адам ағзасы туралы бағдарлама биология пәні бойынша тек 8-ші сыныпта басталады. Ал бұл кезде жеткіншек қыздардың жасы 13-14-те және көбісінде менструалды цикл басталып қойған. Сондықтан мектепте медицина өкілдерімен бірге өтетін жиындар қарастырылу керек деп ойлаймын. Осы жиындарда жеткіншек 9-12 жасар қыздарға денсаулығына байланысты маңызды тақырыптар қозғалып, барлық сұрақтарына жауап алу және жеке гигиена жөнінде толық нұсқаулықтар көрсетілуі жөн деп санаймын. Менструалды цикл кезінде гигиена жайында толығырақ, төсем және тампон дегенне, төсемді қашан ауыстыру керек, етеккір циклын қалай бақылаған дұрыс және оның маңыздылығы қандай. Осы сынды көптеген сұрақтарға жауап беріліп, ақпараттар берілсе қандай жақсы болар еді. Біз үшін жай дүние болғанымен, жеткіншек қыздар үшін тың ақпарат болмақ. Ешкімде біліп тумайды, әсіресе өз денесі жайында. Сондықтан да қажетті ақпаратты уақытылы алған өте дұрыс. Мұндай ақпаратты ер балалардың да біліп жүргенін жөн деп санаймын. Себебі, қыз баласына етеккірдің дәл келетін уақыты белгісіз, тіпті үлкен әйелдердің өзінде де толық қалыптаспаған цикл болады. Сондықтан мектепте жүргенде етеккірі келіп қалса, орындықта немесе кемінде ізі қалып қалуы мүмкін. Міне, осы сәтте қыздарды ұятқа қалдырмай, ұлдар келемеж демеу керек. Әсіресе сыныптастары. Осы баяндамаға дайындық барысында бірнеше ер достарымен сауалнама жүргіздім. Олар да мектеп кезінде етеккірдің не екенін білмеген. Себебі біз әр нәрсені өз атымен айтпаймыз. Ұлдардың бар еститіні қыздардың іші ауыратыны және апталап келетін қонақтар. Жыныстық жетілу алғашқы етеккір циклінен ғана тұрмайды. Сондай-ақ екіншілік жыныстық белгілері бар. Бұл кездегі жыныстық белгілері белгілі бір ретпен жүреді. Алайда бұл өзгерістердің қашан басталатыны және қаншалықты созылатыны әр адамда әртүрлі. Қыздарда жыныстық жетілу 8 пен 10 жас аралығында басталады және шамамен 4 жылға созылады. Жыныстық жетілу алғашында кеуденің өсуі телархиядан басталады, артынша қолдық пен шап аймағында түктің шығуы аксиллярхия мен пубархия жүреді және соңында алғашқы етеккір циклі менархия келеді. Соңғысы әдетте кеуденің өсуінен кейін 2-3 жылда орын алады. Жеткіншек қыздар кеудесінің үлкен кішілігінен, денесінен шыққан түктің көптігінен қысылып жатады. Тіпті кейде бойының тым ұзын немесе қысқа болуы да ыңғайсыздық тудыруы мүмкін. Осындай комплекстер қалыптаспас үшін мына жайттарды білген дұрыс. Баланың денесі бойы қанша жасқа дейін максималды өсу процесінен өтеді. Неге жеткіншек кезде қыз баланың денесі толысынып, формасы өзгереді? Неге дененің кейбір аймақтарында түк шығады деген сияқты. Әдетте ата-аналар мен отбасы мүшелері бұндай сұрақтарға жауап беруге қиналып жатады. Жеткіншек қыздар өз денесінен ұялып, артық комплекстерге берілмеуі керек. Баланың дене өзгерістері белгілі бір ретпен орын алады және өз жасына сай болуы қажет. Одан басқа жыныстық жетілудің патологиялық белгілері де бар. Ол ерте жыныстық даму немесе жыныстық дамудың кешігуі. Медицинада ерте жыныстық даму дегеніміз екіншілік жыныс белгілердің 8 жасқа дейін пайда болуы. Ал жыныстық жетілудің кешігуі отбасылық анамнезға байланысты болуы мүмкін. Ол дегеніміз белгілі бір отбасының әйел мүшелерінде осындай тенденция байқалады. Одан бөлек себептерге генетикалық ақаулар, орталық жүйке жүйесінің бұзылыстары және шамадан тыс физикалық белсенділік жатады. Жыныстық жетілудің кешігу белгілеріне 12-13 жасқа келген қыздардағы сүт бездерінің дамымауы, денесіне түктің шықпауы, 15 жасқа дейін алғашқы етеккірдің келмеуі жатады. Жыныстық дамудың ерте не кеш болуының салдарлары неге алып келеді? Біріншіден, ерте жыныстық даму физиологиялық тұрғыдан сүйектің өсу зоналарының жабылуына алып келеді. Демек, қыз баланың бойы жыныстық жетілу басталғаннан кейін 1-2 жылда ғана өседі. Ал бұндай қыздар қысқа бойлы болып қалады. Сонымен қатар менталды салдарлар да бар. Депрессия, мазасыздық, өз жасындағы басқа жасөспірімдермен өзін салыстыру және кенеттен жыныстық қатынасқа түсу. Бұндай жағдайға тап болған жеткіншек онымен қалай күресуді де білмейді. Жыныстық жетілудің кешігуі психологиялық салдарлармен қатар ерте
менопаузаға, бедеулікке және гормондардың өзгерістеріне алып келуі мүмкін. Жыныстық жетілудің нормаларын білу баланың денсаулығын өзі бақылауына және қандай да бір ауытқуды байқаған жағдайда ата-анасына бірден ескертіп, уақытылы медициналық көмек алуына мүмкіндік береді. Ерте диагностикалау және емдеу әртүрлі асқынулар мен даму жағдайларының тежелуінің алдын алады. Негізі балалардың денсаулығы туралы білуге ерте жастан үйренгені дұрыс. Бұл ересек өмірде де жақсы әдетке айналады. Баяндаманың барысында айтылған әңгімеге оралсақ, мектептегі қыздар жиналысының арқасында етеккір туралы толық білгенмен, одан қорықпадым, дайын болдым деп айтып кеттім. Қазір де әрбір қыз баласының бұл туралы алдын ала біліп, еш қорықпауын, әрі жеке гигиена туралы толық ақпарат алғанын қалаймын. Бұл тұста мен не ұсынамын? Менің қалауым әрбір мектептерде, әсіресе ауылды жерлерде 9-12 жас аралығындағы оқушы қыздарға арнап ашық жиналыстардың өткізілуі. Онда менструалды цикл бойынша барлық ақпараттар берілсе деймін. Қан дағының киімнен өтіп кетуі кір немесе ұят емес. Бірінші кезекте бұл біздің балаларымыздың денсаулығы. Бұл туралы ашық айтуға, қыздар мен әйелдерге көмегім тисе деген ниетімді жеткізуге мүмкіндік бергені үшін ЮНИСЕФ-ке алғыс айтқым келеді. Ең бастысы білім күш, ал күшті болашақ біліммен қаруланған сіз бен біз. Ең бірінші өзімізбен, өз денемізбен сөйлесіп үйренейік. Бұл салауатты ұрпақ тәрбиелеу үшін өте маңызды.